Жалпы Супер ТВ телеканалын көрүүчүлөрүнө салам жолдойбуз. Бүгүн шаардагы тойканалардын биринде блогер Аружан Бекешованын өздүк майрамы болууда. Биз дагы чакырып алганбыз. Анда эмесе биз менен биргеликте көрүңүздөр. Туулган күндүк кече башталганга чейин Индиянын улуттук кийимин кийип келген коноктор туулган күн ээси менен сүрөткө түшүп жатышты. Эл чогулган соң тамада туулган күндүк мааракеге келген коноктор менен тааныштырып өттү. Андан соң туулган күн ээси Аружан Бекешова эл алдына Индия бийи менен чыкты. Арген менен Аружан келген конокторго ыраазычылык билдирип сөз сүйлөштү. Келгениңиздерге баарыңыздарга чоң рахмат. Даже мен тоюмда мынчалык менде сүр болгон эмес, бийлер болуп кеттим го. Ошо баарыңыздарга чоң рахмат. Башыңызга кайырлуу күн, көп рахмет мени сыйлап келип аткандарыңызга. Негизи энди биздин өзүбүз жалгыз берип жаткан биринчи той болгондон кийин биз өйстүп кобалжып экөөбүз де жанагы бийипте катышып кеттердик ба. Аружан айым, биринчиден сиздин туулган күнүңүз менен куттуктайбыз. Көп айымыз майрамыбыз сонун болуп атат. Индийский стилде кылдыңыздар, себеби эмне болду? Негизи Арген экөөбүз баягыдан бери индийский стилди жакшы көрөбүз. Анан бир ай мурун өзүбүз пландап койгонбуз. Анан уруш болуп кетпедиби? Анан Арген экөөбүз ойлонуп, кылбай коябызбы, не истейбиз деп. Бирок решили то, что в поддержку пакистанецтер, энди олар кынасы жок кой, сондуктан биз өзүбүз поддержка ретинде осындай сонун шоу кылып жатабыз. Сонун. Анан канча убакыт даярдандыңыздар бул тойду кылыш үчүн? 4 камтоо боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Сиздер негизи сенбейсиздер, бирок 5 күн. 5 күнүн ичинде. Ооба. Ошонун ичинде баардыгын даярдап үлгүрдүңүздөрбү? Ооба, негизинде мен өзүмдүн кыз затуумду тоже 1 апта бурун гана жасаган болатмын. Билбейм, энди Кудай өзү берип коёду го дейм, осулай адамдар да берип калды. Үстүп үлкен баннерлар жасап, шоулар жасап, досторубуз ырдайбыз деп, осундай сонун шоу кылып атабыз. Негизи казактарга өтө прям рахметим шексиз, себеби үлкен Алматыдан келип осы жакка менин кубанычыммен бөлүшүү үчүн осындай үлкен тойга келип жатканына өтө кубанычтымын. Үлкен той деп коюппун го, кичкентай тоюма. Буюрса энди бесик тойга келсин деген үмүттөмүн. Менин өзгөчөлүгүм ушул жакта жиналгандардын баардыгы индивидуальный адамдар деп айтсам болот, мага жакындар. Анан өзгөчөлүгү энди өзүнүн адамдардын индивидуальностун проявлять деп ойлойм. Энди орусча айтканыңызда кечирим сурайм энди. Урматтуу Супер ТВ көрүүчүлөрү, сиздерге чоң рахмат. Ушул видеону көрүп отсаңыздар, сиздерге осы видео жакты деп ойлаймын. Менин кыргызчам энди level up болуп жатат. Сондуктан катуу сөкпөлөрүңүздү сураймын. Кыргызча ырдап, анан кийин ошондон балким бир куплет сурасам ушул жерден. Жайдын бир мезгилинде, адырылып тоо бетинде, сан гүлден таңда бүзгүн жайдары селкесимде, өзүмдү сага берем деп, өмүрдүн гүлүн терем деп, сүйлөшкөн күндөр эсте, турмуштун сыры тереңдеп. Ар бир келген конок Арген жана Аружанга жакшы каалоо тилектерин айтып жатышты. Барлықтарыңызға қайырлы кеш. Осындай қуанышқа шақырып отырғандарыңызға көп рахмет. Негізі енді менің ортам басқа ғой, бірақ шынымен де Аргенмен, Аружанмен қосылайық дегендей, бір болайық, қосылайық. Аружанмен, Аргенмен Стамбулда танысқан болатынбыз. Содан бері дос болып келе жатырмыз. Сіздер де адаммен
танысқаныма өте қатты қуаныштымын, өте күшті барасыңдар. Енді шыны керек, Аргеннің поддержкасы болмаса, бұл жерде бұндай той болмас еді. Қандайсыздар, маңайлар жақсы? Сон, албетте. 23 майда Айылбанк Береке мобилдик тиркемесинин салтанаттуу бета чарын жасады. Ага министрлер кабинетинин төрагасы, Айылбанктын жетекчилиги, кардарлары жана башкалар катышты. Береке бул чакан жана орто бизнес ээлери үчүн атайын иштелип чыккан бизнести ыңгайлуу шарттарда оңой жүргүзүүгө арналган мобилдик тиркеме. Айылбанк ачык акционердик коомунун башкармасынын төрагасы Тилек Алимжанов Береке тиркемесинин артыкчылыктарын айтып берди. Онлайн режимде банктан счет ачса болот, ошол эле убакытта патент алса болот, же болбосо патенттин продлениесин жасаса болот. Ошондой эле ар кандай налоговый бүгүнкү күндө задолженностьтар бар болсо, ошону да биздин мобильный приложение аркылуу болсо көрсө болот. Дагы бирден бир артыкчылыгы бул QR платеждорду алган. Жана биздин кардарлар банкка келбестен бүт болгон банк сферасындагы услугаларын жана ошондой эле налоговый же болбосо башка бир госучреждениянын услугаларын менен колдоно алса болот. Иш-чарада кардарлар жана коноктор үчүн түрдүү оюндар уюштурулуп, жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланышты. Баш байге iPhone 15 үлгүсүндөгү телефонго ээ болгон Айбек Жапарбек уулу кубанычы менен бөлүштү. Интерактив оюнуна катышып, ушул тесттен өтүп, элден биринчи болуп калган окшойм. Ушул толкунданып жатам, өзүм дагы бул белекти мен өзүм байбичемдин аялыма элек катары берем. Ошо рахмат, Айылбанк. Айылбанктын Береке тиркемеси бизнес жүргүзүүдө ишенимдүү өнөктөш. Ооба, туттап атасыз. Эми камеранын алдына келип кичине созулуп калабыз да. Келиңиздер, эми бүгүнкү стиль боюнча сурайынчы, канча убакыт даярдадыңыздар? Негизи эле бул форма менен жүрүү кыйынчылык эмес бекен? Нуриза айта кетсин, потому что мунуку меникинен да оор экен. Форма менен жүрүү кичине эле могу белимди кысып атат. Жипке көзөрүп турат экен да, аябай оор экен астычы. Канча убакыт мага 2 күн калганда эле айтышты. Анан кийин кечээ бир эле күндө даярдадым. Форма өзүн Индиядан заказ кылдырдым. Көйнөк өзү эле 40 000 сомго айланды. Ошо. Келиңиз айтып бер. Басын турасың. Айтсам ғой. Мен деле басын айтып коерейин андай ушунча айт. Мен деле даярданганыма бир 2 күн болду. Мен 700 сом алдым. Прокатка, Прокатка алдым. Ата өзү кымбат негизи. Негизи бул көйнөктөр кымбат окшойт, чындыгында удобный эмес экен, чынын айтсам. Негизи биздин артист көйнөк жетпейт экен, эң жеңил ошол экен. Өзгөчө бир мындай Индияда жүргөндөй болуп атасыз. Себеби дегенде азыр үстөгүлөрдүн баардыгы ушундай бизге окшош сонун кийимдерди кийип алыптыр. Өзгөчө мындай сезимдер башкача болду. Аркы жакта коноктор дагы келди. Ооба. Аркы жакта коноктор келип, аларды телевизордун аркы жагынан эле көрчүбүз, анан живой көрүп аябай таң калып атабыз, Өзгөчө Нурлан Насип келгенде аябай таң калып, кечке сүрөткө түштүк. Бийде үчөөбүз эле жүрөбүз го, калган көрбөйт. Билип атышты беле? Ооба. Билбейм. Чото бизде жүрдүк беле. Жок, үчөөбүз жүргөн жокпуз го, жүрүштү окшойт нар жакта, Келиңиздер, эми кабыл тилек болсун. 2 жашка не дейбиз, бактылуу болуштун, ден соолукта болуштун, жана ошондой эле кимеле өткөзүп берип жатыптыр, мындай туулган күн деп айта албайбыз, себеби тойдой болуп жатат, өтө сонун өзгөчө. 2 жашка бактылуулук, Аружанын ден соолугу бекем болсун, жана Арген молодец. Мен да кошулам. 2 жашты бөдө кырсыктан сактасын, ден соолугу үчүн болсун, 2 дүйнөдө бактылуу болсун. Мы вас любим. Ар бир антракта өзгөчө бийлер жана кызыктуу оюндар болуп, белектер берилип жатты. Бота Кыргызстанга кош келипсиз. Кош көрдүк, кыргыз эле, калайсыздар? Мандай кандай сурап өтөйүнчү? Жакшы барлыгы. Прям андай терлеп, билип аткан жеринен жүр деп алып кетти го, я такой, пачыгалы. Вот, өзүңүз калайсыздар? Жакшы, буйрусам. Шакыртуу, калай тууган күн жасайбыз деді, солай маған эсик алдына бір индус кеп тур ғой. Арудун тууган күнү, короче, шоу болот, келиңер деп. Я говорю, ладно, а потом Арука жазат,
бота сен кел маған көмек бер деп мен 2 күн алдын келдім, барынша Аруға номер қойдық, маған өзіме номер қойдық. Халық күтіп отырғаннан кейін жағана бір туған күн ретінде өткенін қалаған жоқпыз. Мен досым естіп жатыр ма? Андай барынша бір көңілді болса, халық бір қарайтындай дүние жасағымыз келді. Келіп әдемі отырып, әдемі кеткен, это не про нас. Сол үшін халық жаңа сіздер үшін барынша стараться еттік. Да, Аружан маған айтады, беймен сәлем де. Айтады, бота менде Қырғызстанда маған ұнайтын көлік жоқ дейді. Я говорю, ладно, онда мен тауып берем. 2 күн бұрын Алматыдан алып келдік, мынаны алып келдім, арудың үстінде көйлекті алып келдім деген сияқты. Ладно, ол жағы не проблема, главное, чтобы она была красивая. Туған күнде. Форманы сіз ала келдіңіз. Аружан екеумізге, иә, Алматыдан. Қайра көтеріп кетесіз. Иә, қайтадан көтеріп кетеміз, сосын арны прокаттың ақшасын аламыз, сосын депозиттің ақшасын аламыз. Депозитқа ақша қалдырып кеттік қой. Как вам моя форма? Вау, сотно. И қазір ойлаймын, барлық халыққа өтеді, сол үшін ару бір күшті тематиканы таңдапты. Билегенге енді ыңғайсыз, ботым ашылмай жаңағы жерде бейтіпші. Абылай жақсы барлығы, рахмет. Және де барынша бір современный дейді, кейін 60-қа келгенде әй осы бір кезінде деген ой бір шулат туған күн жасағанбыз дейтінде бір андай туған күн болып жатыр. Маған өте ұнап жатыр, өйткені бәрі шынайы, андай сынап емес, шынымен де Аружанның туған күнін құттықтап келген адамдар көп, сол үшін сол. Сіз біздің қырғыз жігіті менен ырдап шықпадыңыз ба бүгін ағаш? Қандай мұрын тәніле пандалды өлем, не олды ле? Қырғыз жігітіме жаңа Қалы Жақыповпен біз ырладық. Бірінші біздің дуэтіміз маған өте қатты жақты. Біз жаңағы ортаға шығып билегенде мен бір ләззат алдым. Я прям кайфанула дейді на русском. И это все мое. Халық үшін жасаймын, өзім үшін жазамын. Я кайфую от этого. Вот. Қырғызстанға қош келіпсіздер. Қош көрдік. Аружан Мәргеннің туған күніне келдік. Қашан келіңіздер? Кеше. Бір күн бұрын. Иә. Келіңіз, сіз мен таныш өтейінші. Атыңыз кеп? Менің есімім Айсажан. Сіз қашан келдіңіз? Біз кеше келдік. Бір күн заране келеміз деп, кішкене сәл уақытны кешігіп, костюмді енді ғана киіп, қасы төбеге шығамыз. Анан бұл жақта соны болып келіпсіздер. Формаларды қаяқтан алдыңыздар? Алматыдан, Қазақстаннан. Қазақстаннан көтере келдіңіздер бе? Ай. Бізде дресс-код деген жігіттердің арасында екеуміз ғана болыппыз да, осындай индийский костюмдегі басқар қарсақ бәрі классический мен да енді. Анан сұрап кетейінші ушул жерден. Той эмнесіменен жағып атады сіздерге? Тамағымен. Тамағыменен бе? Иә. Аябай жақсы жасалып тұр ма? Балық көп екен, маған балық ұнайды. Менің сүйікті тамағым. Сол үшін келдім. Еще Мирбек Атабеков келеді деп айтты. Келіңіз, той эмнесіменен жағып атады сізге? Немен ұнанып жатыр? Сіздің есіміңіз кім? Зина. Қандай бағдарлама? Супер ТВ. Супер ТВ Зина осы жерде болған үшін маған бәрі ұнап жатыр. Болды. Той эмнесіменен жағып атады? Той бұл жерде мен уже көп кеп қырғыз бауырларды уже барлығын танимын. Сол үшін өз үйім дегендей жүрмін. Даже әншілердің өзі акасы бізде Қазақстанның бүкіл әншілердің бәрі Қырғызстаннан ұрлапты ғой. Сол үшін әншілер как Қазақстандағындай болды, өлеңдердің бәрі. Сол үшін мен как өз үйімдей сезініп жатырмын. Керемет болып жатыр вообще. Той өте ерекше стильде. Жалпы сіздерді көргенімізге қуаныштымыз. Ылғи сіздерді бақылап отырамыз. Және де Еділді көрдік. Қанша уақыттан бері көрмеген. Ерекше туған күн. Эми эмне деп айтсак, биз Арген тойунда всегда эле болуп жүрөбүз, ошон үчүн баары сонун на высшем уровне дегендей. Жана сизди көргөндө формаңыз бар эле, азыр кандай болду? Негизи формам болгон, өтө керемет стилде өтүп жатыр, үндү стили. Формамды ауыстырып алдым, ыңгайлуу болсун деп. Индийский стилде ошол эле көйнөктү көтөрүү кыйын бекен? Өте кыйын болду. Биздин Тараз каласында типти бул кийим жок. Арен дегенде энди Аружан үчүн кийинип келдик. Сіздер эми атайын Қазақстандан бери келипсиздер. Анан качан келдиңиздер? Бүгүн келдиңиздерби же кече келдиңиздерби? Мен бүгін әрең дегенде тез етіп келдім енді. Чуть успел, короче. Әрең келдім. Аружан менің тәтем, сондықтан да тек қонақ ретінде емес, қолдау ретінде келдім. Бұл жерде атқаратын жұмыстарым өте көп, құпия. Кеше келдім Қырғызстанға.
сонун келиңиздер эми Аружан айымга сиздерден каалоо тилек болсун. Аружанға тілек қой да? Иә. Аружанға просто түсінбей қалып отырмын да. Аружанға зор денсаулық тілеймін, бақыт тілеймін. Аружан менің қарындасым болып келеді. Арген күйеу балам болып келеді деп ше. Бар бақыт тілеймін. Шынымды айтсам, Аружан керемет қыз ғой. Бүгінгі айтылып жатқан тілектердің бәрі Алланың құлағына шалынсын. Соны тілегім келеді. Арген жезде Аружан ага бакытты болуңуздар. Биз айтылган сөздөрдүн баарына кошулабыз. Жана казак бир туугандардын айтылган сөздөрүнө ошондой эле каалоо тилектин подписчиктерине бүт айтылган каалоо тилектин баарына кошулабыз. Эң биринчиден ден соолуктуу болуштун, аман эсен. Остальное буюрса болот дегендей. Сиздердин каналды өтө кат жакшы көремиз. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен биздин бүгүнкү репортажыбыз соңуна келип жетти. Кийинки берүүлөрдөн, кийинки маектерден көрүшкөнчө жакшы калыңыздар. А мен ушуну менен үйгө кеттим.